Ассалаумалейкум, құрметті оқырмандар, көрермендер. Бүгін 92-лер сериясының 5-ші шығарылымы болады. Операторымыз Нұрболат. Нұрболат, қалайсың, жақсысың ба? Иә. Енді біз бүгін мостпен кетіп бара жатырмыз. Алдыңғы жолы 3-ші серияда біз осы мосттан тоқтаған едік. Әрі қарай енді қазір мостпен кетіп бара жатырмыз. Өздеріңіз көріп отырғандай қасымда Шоқан құрдасым жоқ. Шоқан құрдасыма таңертеңнен бері телефон шалып жатырмын. Телефон көтермей жатыр құрдасым. Енді не айтсам болады? Әрине шаршатады. Әрине сериал түсіру оңай емес. Подкаст түсіру оңай емес. Футбол, хоккей, балет ету оңай емес. Оның бәрі энергия талап етеді. Мүмкін Шоқанда кішкене сондай шаршау бар болар деп отырмын енді. Осы серияны түсіруге біз бір апта бұрын жоспарлағанбыз. Негізі осы сериалды аптаның басында түсіру қажет болғанбыз. Бірақ қол тимеді, жұмыс болды. Шоқанның да жұмысын білесіздер. Кешке сағат 8-ден таңға шейін, содан кейін Шоқан бауырым ұйықтайды, демалады. Осы жолы енді Шоқан бауырымсыз 5-ші серияны түсіріп жатырмыз. Бірақ біз өзіміздің жоспарлағанымыздан кетпейміз, жоспарымызды орындаймыз. Нұрболат екеуміз бүгінгі серияда біз Атыраудың привокзалінен көрсетеміз. Қазір мостпен өтіп, ана жақ түсіріп алсам болады. Әрі қарай осы пробкамен жүріп, Светланаға барамыз. Светланадан кейін әрі қарай автобусқа отырып, қоғамдық көлікпен привокзалыға барамыз. Привокзалыдан жақсы жерлеріне обзор жасаймыз. Бұйырса мәселелерін көтереміз. Осы 5-ші серия атауын привокзалый деп қоямыз ғой. Ал, кеттік. Біз қазір привокзалыға баратырмыз. Құрметті оқырмандар, лайк басайық, комментарий жазайық, колокольчик басайық, YouTube арнамызға тіркелейік, TikTok'ымызға тіркелейік. 92-лер сериалы жалғасын табады. Бұл Светлана айналып тұрмыз. Бұйырса жеті станциядан кейін привокзалыға барамыз. Кім болатын белгісіз отыр қазір. Ақсу немесе прикинь, SD Family деген команда бар. Қарайым деген. SD Family может стать 14 клубом КПЛ 2024 года. Завтра стартует первый тур премьер-лиги. До сих пор неизвестно, кто будет играть в чемпионате Ақсу или SD Family. А матч кезет деген футбол ғой. Значит, наложение жасап жүреміз. Сағат нешеде? Бір жарым очередь түсіріп тастайық қазір. Монтаж ашындайын болады бұйырса. Иншалла, күштілі жасайсың ғой. 4-ші серияда жолдасым жасады ғой. Жолдасым жасағандай одан күштірек жасайсың ғой. Себебі жолдасым маған айтып отырады. Оны не монтаж деп? Дұрыстап монтаждамайсың ба деп. Мен саған кеше ғана күштілі монтаждап бердім, на деле же показала тебе деп. Все, привокзалға келдік, түсем. Ал, құрметті оқырмандар, біз қазір привокзалыдамыз. Өтер, айысың ба? Біз қазір привокзалыдамыз. Мынау жерде Зерде бар, Тұлпар бар, Жекас Донер бар, Ламбард бар. Ана жерде Baby Room бар, алдында агентстводан көрген. Баракат столовые бар. Қазір біз привокзалыда айналамыз, обзор түсіреміз. В общем, дальше больше. Бізге тіркеліңдер, лайк басыңдар, қолданыңдар. Жігіттер қарап отыр. Қалайсың? Жақсысың ба? Мама қалай, жақсы ма? Кәлек қалай? Сериал түсіріп отырмыз, түсесің бе? 92-лер? Қай деп жатсың? Мектептен? Танып тұрсың ғой? Бекжан ағамын ғой. Бекжан. Інім менің, інім. Давай.
қалай ойлайсың? Жалпы былай адамдардан микрофонды ұстап сұрақтар қойсақ қалай болады? Тоже контент болады ма екен? Болады. Нормально болады ма? Онда сондай бірдеңе жасап көрейік. Қазір біз былай қарай жүрейік, мұрагерді барайық, сосын мұрагермен былай қарай жүрейік, ан жақтың жолдарын түсіріп алайық. Пікір сұрайық деп едік, жолдардың мәселесі қандай болатыны жөнінде. Осы қаладағы тесіктер бойынша машинаңыз болса, көлігіңізге зияны келіп жатыр ма, сол бойынша? Айтатын жоқ, көріп тұр ғой несі. Күй жоқ, мына қала осылай жақсы осы не. Мына еще орталықта емес қой. Иә, орталықта да келе жатырмыз, онда да бар. Мына қала сыртында жаман. Көлігіңіз бар ма аға? Көлік бар. Көлігіңіздегі не әсері қатты ма, жаңағы амортизациясына? Енді ол болады ғой, түсіп кетсең ана байқамай. Көңіліңізде шыға ма жолдар? Жоқ. Міне халықтың айтуы. Кеттік ары қарай. Машинаңыз бар ма аға? Біз программа түсіріп жүрміз, андай жолдардың сапасы машинаңызға қалай әсер етеді? Машинаңыз болса, жолдар бойынша өзіңіздің неңізді ойыңызды айтып жүресіз, машинаңызға зиян тиіп жатыр ма? Ничего. Біз қазір мынау мұрагер жақта кетіп бара жатырмыз. Осы жақтың халықпен бір пікір алмасу бойынша сұраймыз. Жолдардың қандай машинаға несі кедергісі тиіп жатыр, соны сұрай көріңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, бір пікіріңізді айтып жүрсеңіз. Біз мысалы сіздің көлігіңіз бар екен, біз мәселе көтеріп отырмыз. Осы қоғамға осы қазіргі жолдардың нашар күйі машиналарына қанша әсері бар деген сияқты. Сіздің машинаңыз жалпы әсері қатты тиіп жатқан сияқты ғой. Бар әсері бар. Жерде шұңқыр, дөңгелек жарылу әйді. Өзіңіз қай жақта тұрасыз? Жамбай тықпам атырау. Міне Жамбай жақтың жолдарын жалпы білемін. Сол бойынша өзіңіз пікіріңізді айтсаңыз. Бізде YouTube каналымыз бар. Сол каналда өзіміздің жаңа 92-лер деген сериалымызды айтамыз. Жол нашар енді қаланың шығу үшін. Олай өздері заранее жасау жоқ. Біреу келетін кезде сондай кезде жасап тұр ғой обязательно. Айтпақшы, президент келейін деп отыр ғой. Президент келетін кезде жасап жатыр енді. Бұлай енді білмеймін. Бұлай жасамайтын бар енді. Заранее ешкім ештеңе жасап жатқан жоқ жолды. Рахмет, брат. Сізге және сіздің осы машинаңызға енді без травм тілеймін, чтоб шұңқырдан асырау етпеңіздер. Рахмет. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум. Біз мынау жолдардың несін жаңағы нашар күйін сіздердің көліктеріңізге қанша жаңа әсері болып жатыр ма, сол неңіз жаңағы машинаңызда травма бар ма, сол бойынша қазір бір передача бастап кетіп едік өзімізше. Содан сіздің пікіріңізді білгіміз келіп тұр. Жалпы жолдарға көңіліңіз тола ма? Жолдар жақсы ма Атырауда, немесе нашар ма деген сияқты? Шығасыз ба? Рахмет аға. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Енді жолдары бұрынғыдай емес, жайлап салынып жатыр. Жұмыс жасалып жатыр. Енді кеше мына жауыннан кейін, жаңбырдан кейін, қардан кейін кішкене қиындық түсіп жатыр. Дей тұрғанмен де айтады ғой орыстар, сразу Москву не построишь деп. Негізінде жол салынып жатыр. Рахмет аға, өзіңіз қай жақтықсыз? Мен Атырау қаласы Ақжар селосынан тұрамын. Ақжар селосының жалпы жолдары қалай? Ұнап жатыр ма? Жолдары жақсы ұнап жатыр маған. Бәрі тамаша, салып жатыр. Рахмет аға. Жүректі жұмыс жасап жатыр. Міне көрдіңіздер, тек қана негатив емес, және осындай позитивті пікірлер бар ағалардың. Ассалаумағалейкум. Біз передача пісіріп, ассалаумағалейкум аға. Біз передача пісіріп жүрміз. Мынау Атыраудың жолдары бойынша айтып отырмыз бар ғой. Сіздің көлігіңіз бар екен, сіздің көлігіңізге осы кейбір жолдар тесікке көбісі айтып отыр қазір. Сол өзіңіздің көңіліңізде шыға ма жолдар, Атыраудың жолдары, немесе дұрыстайтын жерлері бар ма? Сол бойынша пікіріңізді білгіміз келеді. Жоқ, көңілімнен шығады, неге шықпайды. Өзімнің елім, өзім қалам. Бәрі нормально жүріп жатыр. Ауыл қай жақтан бауырым? Оралманмын мен. Оралман. Жалпы өзіңіздің еліңізде, жалпы осы бұрынғы еліңізде енді қазіргі еліңізбен салыстырғанда жолдар қалай? Біздің жақтікі жақсы ма, немесе бұрынғы? Бірдей. Бірақ дұрыстайтын жерлер бар ғой? Бар. Машинаңызға андай не жаңағы кері әсерін беретін, мысалы шұңқырға батып кететін кездер бола ма? Болады енді ол кездеседі ғой ондай. Нормально бірақ барады. Болды, рахмет пікіріңе. Түсіп отырмыз осы жолдардың
жаңағы несін көлігіңіз болса жолдардың жаңағы шұңқырлары там кейбір жерде пробоиналар болады да сол сіздің көлігіңізге қанша әсері бар деген сияқты немесе өзіңіздің көңіліңізден шыға ма сол жұрттың пікірін біліп жатырмыз просто андай бізге неден айта береді ғой жаңағы жаңалықтардан бәрі керемет бәрі күшті жолдар тамаша деп біз халықтың шынайы пікірін білгіміз келіп отыр сол бойынша егер не істесеңіз қазір сізде мүмкіндік бар осындай біздің жаңа передачамызға қоғамға пайдалы ғой соған айтсаңыз болады жол анда мына жерде бар мына светофордан кейін ойық тұр біз қазір сол жаққа барамыз сол жерде ойық тұр мен үйім дейтін ар жағында сол жерде шыққанда постоянно встречный шығып бұрылу керек болады постоянно ауыл қай жақтан ауыл қалада мына байқоңырда тұрамын былай жалпы жалпы өзіңіз көлігіңіз бар ма бар иә көлікке мысалы сондай қандай андай нелер ДТП моменттері немесе жөндететін кездер болды ма сол жолдың кесірінен именно жоқ ондай болған жоқ все рахмет 92-лер деген сериалымыз бар сосын жаңағы қоғам пайдалы ғой деген канал ютубта соған көріп бұйырса воскресеньеде шығады 5-ші серия соған кіріп қарасаңыздар болады 92-лер деген жанр қандай жанр сол блог міне біз қазір мұрагер жақтың авто жүргізушілерімен автолюбительдерімен тілдестік пікірлерін алдық жолдардың кейбір жерлері көңілден шығады екен кейбір жерлері көңілден шықпайды екен енді бұл шынайы халықтың өзінің ойы айтып жатқан сол бойынша біздің каналымыздан көре аласыздар егер осындай контент сіздерге қызық болса каналға тіркелейік сериалымызды көрейік қолдап отырайық пікір жазайық колокольчик басайық каналдың ссылкасын қойып қоясың ба жерге біз передача түсіріп жүрміз қазір осы қоғамға пайдалы ғой деген жобамыз әмәсі бауырбек болсын біз қоғам пайдалы ғой деген передача біз атыраудың осы жолдарын бар ғой қазір көрсеткіміз келіп тұр автолюбительдерге мысалы кейбір жерлер шұңқыр енді әңгіме жоқ бұдыр нелері болады сол негізгі ремонт жасауға сондайға әкеліп жатыр ма деген сияқты адамдар шынайы телевизордан көрсетеді ғой нелер жаңалықтардан жол керемет андай мынау бірақ біз енді реально адамдардың сөзін естігіміз келіп тұр да мысалы мына өзім память ильича тұр ма берекенің мостысы бар ғой память ильича сол жерде қарасаңыздар көресіздер ойық шойқы деген масқара бұйырса барамыз сол жаққа сол жер мен білетін постоянно үйге барып келемін ғой ауылыңыз жалпы қай жақтан сол берекеде память ильича тұр берекеде жалпы сол берекенің жолдары енді қазір сол тесіктері бар бірақ берекенің ішкі жолы жақсы бірақ сол мосттың 5 километр дейді ғой сол жерлер кішкене қиындау жалпы осы центральный мостты көрдіңіз ба біз центральный мосттан келе жатырмыз тесіктері енді күй жоқ андай авария неден көтеріліп жатқанда бар ғой абай жақтан кетқанда уже сол бағыттағы ойық шойқы жер көп иә мына сіздің көлігіңіз ғой да иә менікі ол жолдың кесірінен жөнделген кездер болды ма жоқ пока андай несі бір жерге кетіп қалып қатты батып кетіп несіне бамперін бүлдіріп пока аккуратно жайлап жүрміз болды рахмет сіздер пікір бергілеріңіз келе ма жол туралы ма жолдың несін айтып отырмыз біз жолдың состояниесі ғой да жолдың состояниесі атырау азып жатыр күй жоқ ясный дело ол айтпаса да білініп тұр ғой бағана біз дейтін осы мясо комбинат ет комбинатын қараңыздар ет комбинат женский колониан жол деген ганшкен атырау бомба түскен біз бағана бір адамдардан пікір алдық та мүмкін бір акиматтың адамы бір позитивный пікір болды да қалған бәрі негатив негатив болады ғой ясно қалай бар солай айтып жатыр қалай бар солай көріп жүргесін қалай бар солай мысалы мына әйел адам әше айдамайды ол кісі пассажир мысалы одан ештеңе айта алмайды ғой біз қалай бар өзіміз айдап жүргесін өзіміз көлік жүріп жүргесін қай жерде шойық бар қай жерде ойық бар соны білеміз да мысалы рахмет біздің каналымыз қоғамға пайдалы ғой ютубтан қарап көрсеңіздер болады подписка жасаңыздар қолдаңыздар ал рахмет шынайы пікірлеріңізге атыраускийлар базар жоқ пікірлерді халық айтып жатыр бізге арғы жаққа барып бір шұңқырды қарап кетсін сосын береке жаққа барсақ бірақ бізде көлік жоқ өкінішке орай жаяу жүрміз сол үшін қазір көзімізде көрінген көліктерді көзімізде көрінген жолдарды істейміз көрсетеміз ал кеттік ассалаумағалейкум біз қоғамға пайдалы ғой деген передачамыз мақсатымыз сол жаңа халықтың пікірін білу не істеу жаңа осы жолдар бойынша қазір біз передачамызда айтып отырмыз жолдардың тақырыбын өзіңіз ауылыңыз қай жақтан қызылқоғадан қызылқоғаның жолдары былай жалпы қаламен салыстырғанда немесе жақсы ма немесе нашар ма қалай газ жақсы ғой
Қазір дұрыс алды да жолдар? Қаланың жолдарына қала көшіп келдіңіз аға? Жоқ. Көшкен жоқсыз? Былай жалпы жолдарды қазір қарап отырсаңыз көңілден шыға ма ол жолдар? Қалаң ішкі жақсарды, қала жақсы. Шұңқырлары мысалы қазір көбісі айтып отыр да, бірақ теледидардан андай етіп көрсетеді бізге жолдар керемет деп. Бірақ біз дейтін халық дейтін шұңқырларға көбінесе сөз сөйлеп жатыр да. Сол бойынша өзіңіздің машинаңыз бар ма? Машинам бар. Машинаны жөндеген кездер болды ма осы шұңқырдың кесірінен? Соғып жоқ қой, мына балдарды соғады, не деп. Осы мынау военші сәне жерлер сол жүр ғой, вокзалға дейін ана жерлер жаман ғой. Өзіңіз кетеміз ғой болды. жалпы өзіңіз үлкен аға екенсіз. Біз мысалы осы қазір передачамызды бастап отырмыз. Осы бүгіннен бастап отырмыз да, бір батаңызды беріп жіберсеңіз біздің передачаға қабыл болады үлкен. Енді ал мынау оң болсын, ұзағынан болсын, жолдарың болсын, істерің оңға бассын деймін. Әмин аға. Рахмет аға. Сау болыңыз. Міне, бізге батасын берді ағалар. Реклама керек па? Батаңыз керек бізге бірақ. Батаңыз керек бізге. Жоқ, бізге батаңыз керек сіздің. Бізге бата беріп жүріңіз. Иә, біздің передачамызға бата беріп жүріңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يا Rabbim Allah mına ballarıma bata Allah hayırlı kılıp, iyilikli kılıp, yoldarı olup, Allah amanlıkta sağlıkta jetkizip, her bir isterinin neticesini verip Allah Teala inşallah demeyi güzel olur, jarıqay bir Allah amanlıkta sağlıkta jetkizip, kabısın Allah hayırını bilgin verir. Жолдары болып, әрдайымда амандыққа саулыққа жүре берсін. Әмин апа. Мына сізге. Біз деген сондай қоғамға пайдалы деген передачамыз. Жайлап осындай халыққа насихаттап осындай нелерді. Әмин апа, әмин. Аман жүріңіздер. Бізге жалпы пікір айтасыз ба? Жалпы осылай сауда жасап отырсыз, өзіңіз таза еңбекпен осылай жаңағы еңбек етіп отырсыз. Адамдар қалай былай несі алып жатыр ма? Бізде мынау Алланың бұйыртқан, Алланың берген ырыздық нәсібесі өзі өлшеулі тұр ғой. Сол бұйырғаны болады, енді бұйырғаны бар. Алла ырыздық нәсібемді беріп отыр бәрімізге де. Ал халыққа, сіздерге бәріңізге ырыздық. атыңыз кім апа? Розам. Құрметті көрермендер, мұнда мұрагерде Роза апамыз бар. Роза апамыздан осындай керемет сүт өнімдерін аласыздар. Роза апа, сізге бізден арнайы қоғамға пайдалы деген передачамыз. Өзіміздің осындай жаңағы ізгі ниетімізбен жаңа батаңызға біз де сізге жақсы тілектер тілейміз. Ал клиенттеріңіз көп болса апа. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, жақсы жолда болыңыздар. Қабыл болсын бәрі де осы айтылған заттар бәрі. Алла. Микрофон үстінде тұрмыз, айтып олайын. Брат, мен бір жерде жұмыс жасап келіп едім, иә. Мына жаққа тұршы. Содан бір тиын алмай кеше жаяу келдім мұнда. Ақшамды алмай едім, соны алуға көмектесесіздер ма? Бір ала жағыммен. Мен қалай көмектесе аламын? 80 мың теңгеден келісіп едім, әр айға 4 айға 120 мың теңге бере жағы береді. Бұл тиынымды бермейді, алда қалды. Мен көмегім тек саған кеңес бере аламын. Мына жерде департамент полиция бар, соған барды ара жаз. Давай, брат. Бұнғы жолы балықтың темасы хайп болды осы мұрагерде, соған барып кетейік балыққа. Андай адамдар жаңа қалай тұтынушылардың құқықтары бар. Тұтынушының құқықтары бойынша ол өзін түсіре алады. И ол готовый пиар, реклама. Бәрі бізге қарап тұр ғой. Түскіден келіп тұр ма? Қызық қуатыр ма? Қоғамға пайдалы ғой деген передача. YouTube'дан іздеп подписка жасаңдар. Сөз жасаймыз. Жалпы колледждің студенттері сияқтысыңдар? Колледж студентіміз. Қай колледж? Политех. Политех лучше всех? Лучше всех. Менің колледжім ғой, менің колледжім інілерім ғой. Жалпы жігіттер, бізде мынау қоғамға пайдалы ғой деген передача ғой. Біз деген халыққа осы жолдар бойынша, осы тұтынушылар бойынша сондай нәрселерді, проблемаларды көтереміз. В общем, өздеріңе қалай жалпы осы мұрагердің сауда үйі ұнайды? По идее, мына жақты өзгерту керек сияқты, тура тек ана үлкен зданиені қалдыру керек сияқты. Мына жақта барахолка ма, тип сондай бір деген ескі бар ғой. Сөйтіп ойлаймын да өзім. Өте дұрыс. Олардың құжаттары бар ма, жоқ па? Ешкім білмейді. Ешкім білмейді. Жалпы оқуларың қалай, жақсы ма? Жақсы.
мынау несі жаңағы осы видеоға өздерінің группаластарымды достарымды тарттырдым десе что жалпы мен өзім негізі футболдың фанатымын өзім футбол қызық па бокс хоккей волейбол қызық атыраудың чемпион болды тұғы атыраудың осы волейбол команда білмейсің ба все давай вот нені Counter Strike қой да яғни ол да қызық емес Атырау ойылға шықпайды мынау деген біздің YouTube каналымыз бар, пока ол дәрежеге өскен жоқпыз әлі. Атырау ойылдың дәрежесіне. Просто өзіміз түсіріп жатырмыз, начинающийміз ғой. Қанша дегенмен 92 жылғы ағамын сол. Руым Беріш. Қайсысы? Себек. Онда тем более братан. Қойшы сен де Себек Берішсің ба? Қайсысы? Тума мен анда қылмын. Бірінші күн тауып алдым реально. Қай жылғысың? 2006? 2008. 92 енді 20 жыл арамыз бар. Давай. Жолдарың болсын, давай. Аха, давай. Міне осындай жігіттер тауып отырмыз, өздерінің ойларын, пікірлерін айтып отыр. Ал, әрі қарай жалғастырайық. Сәлеметсіздер ма, сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар, апалар? Жақсымыз. Бізде қоғамға пайдалы деген передача. Енді сіздерге блогерлар көп келеді енді кешегі жағдайдан кейін. Ал, айтыңыздар. Сауда өтіп жатыр ма, апа? Телевидение емес, передача. Бізге пікір айтатын апалар керек, қыздар керек. Пікір айтыңыздар, жалпы өтіп жатыр ма сауда? Пікір айтқанда, не затқа? Бізде передача қоғамға пайдалы, біз қоғамның шынайы пікірін білгіміз келіп тұр. Осы Ағай деген. Ол кісі қазір бар ма? Камерадан көріп отыр ма бізді? Келе ала ма? Давай. Ол жалпы өзі... Болды. Жалпы қоғам, сіз тұтынушысыз ғой да қазір? Иә. Тұтынушы, жалпы балықты көп аласыз? Көп алмаймын. Алып тұрасыз? Ұнап тұр ғой да өзіңізге? Ұнап тұр? Болды ғой. Бізге сол керек қой бұл. Жақсы, сау болыңыздар. Беріш себектері, мен айтып тұр ғой, ешқандай зияным жоқ сіздерге. Наоборот, пайда сіздерге тегін жарнама жасауға келіп отырмын ғой, былайша айтқанда. Сіздің қайдыңыз ба? Көрдіңдер ғой, жеңгем бар. Жақсы, сау болыңыздар. Сауда жүре берсін. Бекжан деп саттап қойыңыз, Себек Беріш. Бекжан. Себек Беріш деп жазып қойыңыз. Біз жаңа привокзальныйды араладық. Шешіп қойын да. Привокзальныйды араладық. Мұрагер сауда үйіне барып кеттік. Автокөлік жүргізушілерінің пікірлерін, ойларын білдік. Осы Атыраудың жолдары бойынша. Енді бата алдық. Апамыз жақсы бата берді. Апамыздың саудасы жүре берсін деп саған сыйлығымызды беріп кеттік шағын. Енді не айтуға болады? Жалпы осы привокзальный енді ықшам ауданы көп жұмыстар талап етеді. Өздеріңіз қараңыздар, міне үйлерді қараңыздар, көріп тұрғаныңыздай. Жолдарыны біз кетіп жатқан тротуарымызды қараңыздар. Айналаның бәріндегі дренаждар жоқты қараңыздар. Осының бәрін, мысалы, жұмыс жасалу керек. Тиісті сол ЖКХ, енді жилищно коммунальное хозяйство дейді ғой, басқармасы. Солар қарап осындай дренаждар жасауға жұмыстану керек. Өзімнің жалпы ойым. Енді біз қарапайым халық не айта аламыз? Осындай өзіміздің бейне роликтерімізбен, осындай ұсыныстарымызбен жеткізе аламыз да? Мүмкіндігіміз бар осындай жеткізуге. Енді қанша дегенмен салық төлеп отырғасын жерде бәрімізді, сен де студент болсаң да сен де салық төлейсің, Нұрболат, білесің бе? Себебі сенің сол ненен де ұсталады салықтар. Мен де осы жұмыс жасап жатқасын, мен де салық төлеймін. Ол салықтардың бәрі айналып, жиналып келеді де,
бюджетке түседі. Сол сияқты мұнай зауыттары да, олардың салықтары енді бешеный. Күй жоқ олардың салықтары. Олардың салықтары да бәрі жиналады. Қазақстан Республикасының сол жаңа бюджетіне абайла түседі. Енді сол бюджеттен түскен ақшаны халыққа, халықтың игілігіне осындай дұрысынан жұмсаса жақсы болады. Жолдарға дренаждар салса, осы видео монтаждаймыз ғой, короче. Вот. Түсіре берді, әкесі. Жолдарға дренаждар салынса, жолдарды, тротуарлар дұрысталса, бәрімізге де жақсы ғой. Сол жаңағы тек қана қарапайым жерлестеріміз емес, қарапайым тұрғындар емес, бәрі де жүреді осы жолмен. Акиматтағылар да жүреді, олардың бала шағасы да жүреді, отбасылары да жүреді, бәрі де жүреді. Мысалы. Сондықтан енді жұмыс жасалу керек, жұмыс қажет етеді. Барша атыраулықтарға тілерім осындай жобаларды, передачаларды қолдаңыздар. Біздің 92-лер каналына подписка жасаңыздар. Қоғамға пайдалы болғасын, қоғамның мұң-мұқтажын айтқандықтан, оған қоғам қолдау білдіру керек. Күштің бәрі бірлікте. Бірлік бар жерде тірлік бар. Бірлік бар жерде жетістіктер болады. Енді біздің операторымыз Нұрболатқа көп-көп рахмет. Бүгін күн жылы, қолы ондай қатты абайла, тоңып атқан жоқ. Біз қазір тротуарымыз таусылып қалды. Мына жерде түсіріп алсам болады, жайлап түсіре бер. Тротуар таусылып қалса, біз қазір мына балшық жерді басып жүріп бара жатырмыз. Енді бұған әрине шара қолданылу керек. Осыған жауапты органдар жұмыс жасау керек. Оларға шара қолданылу керек. Бейжай мынандай мәселеге қарауға болмайды. Бұл тек қана бір привокзальныйдың бір ғана көшесі. Көріп тұрсыз, мына тротуар мына жерде балшық болып жатыр. Жоқ болып кетті тротуар деген. Сол. Енді қазір Нұрболаттың сабағы басталады 1:30-да. Біз жайлаптан Нұрболаттың сабағына шығарып салуға келатырмын. Осымен біздің арнамыздың 5-ші сериясы тәмам болайын деп тұр. Барлықтарыңа назарларыңызға көп-көп рахмет. Қолдап отқандарыңызға рахмет. Пікір жазып отқан бауырларыма көп-көп рахмет. Енді не айтам басқа? Бағанағы барлық баталардың тілектеріне қосылам. Осы жерге бата беріп отқан жаңа видеоны салып қойсың ғой. Сосын подписка жасайық. Көбейе берсін просмотрлар. Маған өте маңызды сіздердің пікірлеріңіз, сіздердің қолдауларыңыз. Instagram парақшам болады осы жерде, TikTok парақшаларымыз болады осы жерде, YouTube каналымыздың парақшасы болады, телефон номерім де тұрады осы жерде. Тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, қоғамға пайдалы жобалар көбейе берсін. Барлықтарыңа рахмет.